Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Қазақ тілі сабағы 4-ші сынып. Күнделікті сабақтарды үзбей жіберіп алмас үшін каналға міндетті түрде тіркеліп аламыз. Жалғастырамыз. 20-ші сабағымыздың тақырыбы жылы жүрек тәтті тіл. Мәтіннің түрлері. Бүгінгі сабақта мәтіннің түрлерін ажыратуды, сонымен қатар шешім табуға бағытталған сұрақтар құрастырып, оған жауап беруді үйренетін боламыз. 23-ші жаттығуда Ахмет Сәрбөпиннің мәтіні берілген. Мәтінді мұқият оқиық және мәтінде не туралы айтылғанын айтатын боламыз. Тақырыбы қант пен тас. Кішкентай Болаттың қолындағы бір шақпақ қант байқаусызда жерге түсіп кетті де, домалап барып, сонадай жерде жатқан тасқа соғылды. «Шекең ауырды ма?» деді тас масаттанып. «Өзің келіп соғылдың ғой?» «Ауырған жоқ», деді қант ақырын ғана. «Мен байқаусызда саған соқтығып қалдым. Соған да мақтанасың ба?» «Мақтанбағанда ше, бұдан былай байқап жүр. Менің денемнің шойындай қатты екенін біліп қой». «Оның несін айтасың?» деді қант. «Әркімде бір қасиет бар. Сен қатты болсаң, мен тәттімін. Ендеше білсең айта қойшы», деді тас. «Қатты жақсы ма, тәтті жақсы ма?» Бұл екеуінің сөзін тыңдап тұрған Болаттың атасы күліп жіберді де, «Негізінен тәтті жақсы, бірақ реті келгенде қаттының да қажеті бар», деді. Мінекей оқушылар, бізде оқып шыққан мәтініміз қант пен тас туралы. Қант пен тас соқтығысып қалып, олар өздерінің қасиеттерін айта бастайды. Тас оған өзінің қатты екенін айтады, ал қант өзінің тәтті екенін айтады. Міне өздеріндегі бар қасиетті өстіп айтып тұрған кезде Болаттың атасы оларға күліп жіберіп, «Негізінен тәтті жақсы» дейді. «Бірақ реті келгенде қаттының да қажеті бар» деп жауап береді. Енді мәтінге қатысты тапсырмаларды орындайық. Бұл мәтіннің қай түрі дейді. Бұл мәтіннің пайымдау түріне жатады. Және мәтін бөліктерін тап. Мәтін бөліктері 3 бөлікке бөлуге болады. Кіріспе, негізгі бөлім және қорытынды. Кіріспесіне қанттың тасқа соғуы, ал негізгі бөлімге қант пен тастың сөйлесуі, және қорытынды бөлім Болаттың атасының сөзі. Келесі тапсырма сұрақтарды жалғастыр. Бірінші сұрақ: неге тәтті жақсы? Екінші сұрақ: қаттының қандай жақсы жақтары бар? Үшінші сұрақты енді өзіміз жалғастырамыз. Тас өзінің қандай қасиетімен мақтанды? Ал төртінші сұраққа: Болаттың атасы неге күлді? Мінекей енді осы сұрақтарға жазбаша жауап берейік. Бірінші: неге тәтті жақсы деген сұраққа. Себебі тәтті дәмді болады. Қанттан көптеген дәмді тағамдар жасалынады. Екінші сұрақ: қаттының қандай жақсы жақтары бар? Қаттының да жақсы жақтары көп. Тасты құрылысқа, жол төсеуге пайдаланады. Сапасы жағынан мықты болады. Үшінші сұраққа: тас өзінің қандай қасиетімен мақтанды? Тас өзінің денесінің шойындай қатты екенімен мақтанды. Келесі төртінші сұрағымыз: Болаттың атасы неге күлді? Болаттың атасының күлу себебі адам үшін екеуінің де жақсы қасиеттері барына, олардың білмеуіне күлді. Келесі 24-ші жаттығудағы суреттерге қарайық. Оқиға неден басталды? Оқиға қалай өрбіді? Әрі қарай не болды? Немен аяқталды? Мінекей енді суреттерге мұқият қарап, әңгімелеу мәтінін құрап жазуымыз керек. Асқар мен Айдын көбелекті қуып ойнап жүрген еді. Бір кезде бір ағаштың жанында шиқылдап жатқан балапанды көреді. Сөйтсе, ол балапан сол ағаштың жоғарғы жағындағы ұядан құлаған екен. Айдын балапанды қолына алды. Ал Асқар болса үйінен саты алып келуге кетті. Ол үйіне қолындағы көбелек ұстауға арналған құралын тастап, сатыны алды. Сәлден кейін балапан құлаған жерге келіп, сатыны ағашқа тіреді. Ал Айдын болса сатыға көтеріліп, қолындағы балапанды ұясына салды. Екеуі балапанды біраз бақылап отырды. Сол кезде анасы да балапанына жемін алып ұшып келді. Келесі 25-ші жаттығуда сурет берілген. Суретте қай құс бейнеленген дейді. Суретте қарлығаш құсы бейнеленген.
Қарлығашты сипаттау үшін бірінші оның ерекше белгілерін анықта, екінші сипаттау дәл әрі анық болу үшін қандай сөздерді пайдаланатыныңды ойлан, үшінші оған өз көзқарасыңды білдіруді ұмытпа. Қарлығаш адамның досы, жанашыры, қай кезде де қамқор, адал құс, оны киелі құс деп есептейді. Қарлығаш айырқұйрықты, қанаттары ұзын әрі үшкір келетін шағын денелі қара ала құс. Қарлығаш сөзі қара ала құс деген сөздердің бірігуінен шыққан. Оның бауыры ақшыл, арқасы қоңыр жасыл жылтыр болады. Қарлығаш мейірімді құс, себебі үнемі адамдарға жақын жүреді. Қарлығаш ұя салған шаңырақ, берекелі, жақсылық мол болады деген. Келесі тапсырма, қайсысы шешімді табуға бағытталған сұрақ деп ойлайсың? Ойыңды дәлелде. Бірінші сұрақ, қарлығаштың түсі қандай? Екінші сұрақ, қарлығаш ұясын неге үйдің ішіне салады? Үшінші сұрақ, қарлығаш неге қыстап қалмайды? Мінекей осы үш сұрақтың ішінен қарлығаштың түсі қандай деген сұрақ осы жоғарыдағы қарлығашты сипаттау үшін берілген тапсырманың шешімін табуға бағытталған сұрақ деп ойлаймын. Өйткені сипаттау мәтінінде қарлығаштың түсі қандай екені, оның қандай құс екені барлығы осы мәтінмен сипатталады. Жалғастырамыз. 26-шы жаттығуда Жәнібек Кәрбозиннің мәтіні берілген. Мәтінді оқы, сипаттау мәтіні ме, әлде әңгімелеу мәтіні ме? Ал енді мәтінді мұқият тыңдайық. Боданбек пен Шоғанбек үйелмелі, сүйелмелі. Екеуі бірге туғанмен пішіндері де, мінездері де екі басқа. Боданбек аққұба өңді, жұқалтаң, қағылез. Ал Шоғанбек жалпақ беттеу, тотыққан қызыл қоңыр, жұп-жұмыр төрт бақтау. Боданбектен жасы үлкен болса да, бойы үшелідей аласа. Боданбек елгезек, жан-жануарға жаны ашығыш. Күшік көрсе де, мысық көрсе де тимейді, қыңсылатып ұрмайды, құйрығынан сүйреп бажылдатпайды. Мінекей оқушылар мәтінді оқып шықтық. Бұл мәтін әрине сипаттау мәтініне жатады. Себебі Боданбек пен Шоғанбектің қандай екенін сипаттап тұр. Енді төмендегі тапсырмаларға назар аударайық. Екі баланы салыстыра сипаттауда қандай сөздер қолданылған? Олардың пішіні мен мінезінде айырмашылық бар ма? Екі баланы салыстыра сипаттауда қолданылған сөздер, олар үйелмелі, сүйелмелі, пішіндері де, мінездері де екі басқа. Аққұба өңді, жұқалтаң, қағылез, жалпақ беттеу, тотыққан қызыл қоңыр, жұп-жұмыр, төрт бақтау, үлкен, үшелідей аласа, елгезек, жаны ашығыш деген сөздер. Олардың пішіні мен мінезінде айырмашылық бар ма? Иә, олардың пішіндері мен мінездерінде айырмашылық бар. Себебі екеуі екі бөлек басқа адам. Келесі сұрақ, қарамен жазылған сөз сипаттауда қандай рөл атқарып тұр? Бізде қарамен жазылған сөз ол ал деген сөз. Ал деген сөз мәтінде екі баланы салыстырғанда қолданылып тұр. Яғни бірінші баланы сипаттап келіп, екінші баланы онымен салыстырғысы келгенде қолданылды. Келесі сұрақ, мәтін мазмұны бойынша шешім табуға бағытталған сұрақтар құрастырып көр. Мәтін сипаттау мәтіні болғандықтан, мәтін мазмұны бойынша шешім табуға бағытталған сұрақтарға мынадай сұрақтар құрастырсақ болады. Боданбек пен Шоғанбек қандай? Екеуі бірге туғанмен пішіндері мен мінездері қандай? Боданбек қандай, ал Шоғанбек қандай? Боданбектің жасы мен бойы қандай? Мінекей қандай деген сөзді қолдану арқылы біз осы мәтін мазмұны бойынша шешім табуға бағытталған осы сұрақты қолдансақ болады. Жалғастырамыз. 27-ші тапсырмада кесте берілген. Кестенің көмегімен сипаттау мәтіннің ерекшелік тақырыбында хабарлама жаз дейді. Бізде сипаттау зат не құбылыстың негізгі белгілерін көрсету. Ол бірінші сипаттаудың атқаратын қызметі, яғни затты немесе құбылысты әсерлетіп бейнелеу. Екінші сипаттау түрлері, яғни пейзаж көрінісін, портретті, интерьерді, адам мінезін сипаттау. Ал үшіншісі сипаттау құрылымы, яғни затты құбылысы әсерлетіп көрсету, негізгі белгілері және қорытынды жазуымыз керек.
Сипаттау мәтінінің ерекшеліктері. Сипаттау мәтінін басқа мәтін түрлерінен мына белгілері арқылы оңай әрі бірден ажыратып алуға болады. Біріншісі, затты не құбылысты сипаттап тұрады, сын есімдер көп қолданылады, яғни қандай деген сұраққа жауап беретін сөздер көп болады. Оның негізгі белгілеріне ерекшеліктер айтылады, және әсерлі, баяндау және қорытынды болады. Сипаттау мәтінін осындай ерекшеліктер арқылы ажыратуға болады. Осымен бүгінге берілген сабағымыз аяқталды. Егер де сабақ ұнаған болса, каналға міндетті түрде тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңдар.